Lay 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 lay. Oh, сәлем, жас достар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы ма? Әрине, жақсы болса, мені танып тұрсыңдар ма? Әрине, мен теңіз қарақшысымын. Мен теңізде болған талай шайқаста ауыр жараланған. Мен теңізде акулалармен соғысқан. Жарай, оны кейін айтатын болам. Ал қазір мен сендерге тамаша бір ертегі айтып беретін болам. Қалай, тыңдауға дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар, мен өзімнің сиқырлы сандығымнан көмек сұрайтын боламын. Менің сиқырлы сандығым маған көмектесесің бе? Әрине, қазір мен сендерге тамаша бір ертегі айтып беретін боламын. Мынау менің сиқырлы сандықшам. Қане сандықшам? Бүгін мына әдемі балаларға қандай ертегі айтатын боламыз? Маған көмектесесің бе? Қазір. Қане. Бұл кейін. Тағы. Міне керемет. Қасқыр мен лақтар туралы қандай ертегі бар еді, балалар? Маған сиқырлы кітапшамды бере қойшы. Қане. Міне ертегі кітапша. Қазір осыдан қасқыр мен лақ туралы ертегілер болса, оқып беретін боламын. Рахмет менің сандықшам. Рахмет саған менің сиқырлы сандықшам. Көрдіңіздер ғой балалар? Менің сиқырлы сандықшам маған көмектесіп жатыр. Енді мен сендерге тамаша ертегі айтып беретін боламын. Қазір көрейік. Мынау ертегі кітапша. Бұның ішінде қасқыр мен лақ туралы қандай ертегі бар екен? Қазір бірге көрейік. Етік киген мысық ертегісі. Жоқ. Қызыл телпекті қыз ертегісі. Ол да болмайды. Жеті лақ. Жеті лақ туралы ертегіні айтып беретін боламын. Ертеде бір ешкі орманда жеті лағымен бірге өмір сүріпті. Жетеуі бірінен бірі өткен әдемі сүйкімді болған екен. Бір күні мамасы жеті лағына: «Қымбатты менің балаларым, мен орманға барып сіздерге сүт алып келетін боламын» депті. Бірақ мен келгенше есікті ешкімге де ашпаңдар. Мен келген кезде: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар қарақтарым» деп әндететін боламын дейді. Балалары: «Жарайды анашым, біз сіз келгенше ешкімге де есікті ашпаймыз» деп жерден маңырап қоя беріпті. Содан ешкі орманға аттанып кетіпті. Бір кезде сол маңда бір қасқыр болған екен. Ол лақтарды алдап, қалайда қолға түсірсем екен деп ойланып жүріпті. Сол қасқыр ешкінің орманға жалғыз кетіп бара жатқанын көріп, есікті келіп түртіпті. «Қымбатты менің лақтарым, шынақтарым, есікті
ашыңдар қарақтарым, сендерге аналарың орманнан сүт алып келді. Ей, ашыңдар дейді. Кім екен? Сіздің даусыңыз біздің мамамыздың даусына ұқсамайды. Біз сізге бәрібір есікті ашпаймыз. Жөніңізге кетіңіз. Ашыңдар деймін сендерге. Әйтпесе мен сендерді қазір жеп қоятын боламын. Ашыңдар деймін сендерге. Біз бәрібір сізге ашпаймыз. Кетіңіз дедік қой сізге. Ашпаймыз, ашпаймыз, ашпаймыз. Сөйтіп, қасқыр қолынан ештеңе келмегесін, орманда тұратын тәтті тағамдарды, торттарды пісіретін аспазшы қоянға келіпті. Қоянға келіп: «Ей, қоян, сен маған тәтті бәліштеріңді бер, әйтпесе мен сені жеп қоям», депті. Қоян қорыққаннан: «Мінекей, алыңыз, тек маған тимеңізші», депті. Қасқыр тәтті торттардың барлығын кезек-кезек жұта беріпті. Қарны қампайып шығып, дауысы да егіш беріп кетіпті. Қайтадан лақтардың үйіне барыпты. «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, қарақтарым. Сендерге аналарың орманнан сүт алып келді. Қане, есікті аша қойыңдар». Мынау біздің анамыздың даусы ғой. Иә, соның даусы сияқты. Қане, есікті ашамыз ба? Ашайық. Сөйтіп лақтар қасқырға байқамай есікті ашып қойыпты. Ішке кірген қасқыр асықпай лақтарды бір-бірден ұстап, қапшығына салып алып, арқасына салып, есіктен шығып бара жатырып, артына қарап, бір лақтың жоқ екені есіне түседі. Содан үйдің ішін қопарып жүріп, лақты таба алмапты. Сөйтіпті де: «Ей, жарайды, осыларда жетеді маған», деп есіктен шығып кетіп қалыпты. Ал жаңағы жалғыз қалған лақ үйде тұрған пештің ішіне тығылып қалыпты. Содан кешке қарай мамасы орманнан шаршап келіп, есікті түртіп: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, қарақтарым. Сендерге аналарың орманнан сүт алып келді», деп есіктің алдына келсе, есігі ашық тұр екен. Ешкінің зәресі ұшып, үйіне кірсе, үйінің іші астан кестен шашылып жатыр. Лақтары жоқ. Ешкі еңіреп жылап жіберіпті: «Ойбай-ай, менің лақтарым, сендерге кім тиді? Қайда кеттіңдер? Енді не істедім? Лақтарым менің», деп еңіреп жылапты. Сол кезде анасының даусын естіп, жаңағы пештің ішінде тұрған лақ секіріп шығып, «Анашым», деп құшақтап, анасын бірге жылапты. Екеуі жылап болған соң, лақ үйге бір қасқырдың келіп, бауырларын қапшыққа салып алып кеткенін айтады. Ешкі: «Жүр ендеше балам, сол қасқырды тауып, сенің бауырларыңды құтқарайық», деп екеуі жолға шығыпты. Сөйтіп екеуі орманға келсе,
Қасқыр бір теректің түбінде ұйықтап жатыр екен. Деп, ешкі келіп, қасқырды түртіп оятып, сен бе менің лақтарымды алған, қане тез қайтар депті. Қасқыр көзін ашып, қайдағы лақтар? Мен ешқандай да лақты білмеймін. Бар, жүре бер депті. Сол кезде ешкі, олай болса, сен менің лақтарымды алмаған болсаң, онда мына ордан секіріп өт. Егер менің лақтарымды алған болсаң, сен мына ордың ішіне құлауың керек. Алмаған болсаң, онда секіріп арғы бетіне өтуің керек депті. Қасқыр ойланып тұр. Жарайды, секірсем секірейін, сосын сені де қосып жейін депті. Сөйтіп қасқыр жүгіріп келіп, ордан секірген кезде деп ішіне құлап кетіпті. Міне сөйтіп анасы лақтарды құтқарып қалыпты. Сөйтіп ешкі бар лағын қасқырдан құтқарып қалыпты. Міне көрдіңдер ме? Ана деген қандай болады? Қалай балалар, сіздерге ертегім ұнады ма? Ұнаса, мен сіздерге келесіде басқа ертегі айтып беретін боламын. Келістік қой. Ал менің сиқырлы сандықшам, саған мына балалардың атынан үлкен рахмет айтамыз. Осындай тамаша ертегіні бізге ұсынғаныңа. Солай ғой балалар. Рахмет. Менің сиқырлы сандықшам. Ал балалар, менің ертегім ұнаса, мен сіздермен келесіге дейін қоштасатын боламын. Сау болыңыздар.